Егер де сіз бірыңғай қызыл кірпіштен салынған 5 қабатты үйлері көп қаланы байқасаңыз, онда уайымдамаңыз, сіз Қызылордадасыз. Достар, шыны керек, мен таңғалудамын. Қызылорданың ескі аудандары болсын, жаңа аудандары болсын, сондай салынып жатқан 5 қабатты үйлердің барлығы қызыл қыштан салынған. Аты затына сай болу үшін ба, әлде Қызылорда облысында қызыл қыш шығаратын зауыт бар ма? Шынымен, бәлкім қаланың атына сәйкес болу үшін қызыл қыштан өрген болар. Бірақ келісесіздер ме? Әдемі көрінеді. Достар, біз қазір ескі Қызылорданың орталығына кірдік. Яғни адамдар көп. Мен маска кигеніме мән бермей қойыңыздар, себебі қазір тұмау қатты өршуде. Тұмауды алдын алу мақсатында осындай көп адамдар жүретін жерде маска киіп жүрмін. Қаланың ескі көшелері Қазақстанның басқа қалаларының ескі көшелерінен айырмашылығы жоқ. Енді түсінікті ғой, бұрынғы советский стандарт. Және де Қызылорда халқының тағы да бір айырмашылығы басқа қалалардан. Бұл жақта төбесінде жоқ көліктерге адамдар мінбейді. Оның себебі ондай көліктің жүргізушілеріне сенімсіздіктің танытуы. Тек қана төбесінде бар таксилерге ғана мінеді халық. Қызылордада қарапайым Opel'ден бастап жап-жаңа Kia, Hyundai Accent'ке дейін такси. Сонда түсінбедім, жап-жаңа көлікті такси қылу үшін кредитке алады ма? Мен ойымша бару, қаланың тең жартысы такси сияқты. Қараңыздаршы, әні такси, әні артында тұрған қара машина, міне такси, оның артында такси. Қаланың тең жартысы, отвечаю бар ғой, такси бәрі. Міне қарама қарсы бетте де таксистер кетіп баратыр. Мен байқауымша осы Қызылордада барлық дүкендердің және ғимараттардың сыртында тек қана қазақ тілінде жазылған атаулары. Өз басым Қазақстанның біраз қаласында болдым. Қызылорда орысшаны қоспау жағынан бірінші орында десем қателеспеймін. Негізінен, достар, келісесіздер ме? Қарапайым камера жерде орналасқандықтан ондай қатты әдемі кадрлерді ала алмайды. Бізге дрон көмектеседі. Кәріс, сондай-ақ басқа да өзге ұлт өкілдері барлығы таза қазақша сөйлейді. Ең қызығы, мысалы, басқа қалаларда егерде өзге ұлт өкілдері қазақша сөйлесе, оған таңғалады. Ал Қызылордада ол жайтқа ешкім таңғалмайды. Расымен, мен біраз дүкендерге, дәріханаға кірген сәтте орыс кәріс сатушылар менімен қазақша сөйлесті. Тіл мәселесі Қызылорданы мүлдем алаңдатпайды десек болады. Қызылорда қаласының әкімдігі осыдан 1-2 жыл бұрын қала тұрғындары үшін оң жағалауда жағажай тротуарын салып берді. Білмеймін, әлі келе жатырмын, бірнеше уақыт өтті. Мен ойымша бір 5-6 километрді құрайтын секілді. Қаланың даусынан демалу үшін кез келген қызылордалық Сырдарияның сырдың жағалауына аттанады. Көрдіңіздер ме? Маған дейін де жерде адамдар секірген. Достар, бұл Сырдарияға жақындауымызбен біз тек Дарияны емес, сонымен қатар сол жағалауды да жақыннан көреткенбіз. Демек, дәл осы жерден дронды ұшыру бізге бұйырып тұр. Мен ойымша, Қызылорданың жастары керемет кезеңде өмір сүруде. Себебі көз алдарында жаңа қала бой көтеріп келе жатыр. Алдағы 5-10 жылда біз Қызылорданы танымай қалуымыз мүмкін. Бұл жерден балық ауласаң қала ма екен? Сырдария өзені қызылордалықтардың тынысы болып табылады. Бірақ өкінішке орай, кейбір тұрғындар оны бағаламай жатқан сияқты. Достар, түсінікті, сол жағалау, ескі қала мен жаңа қаланы байланыстыратын жалғыз әзірше көпір. Мынау ескі қала, ескі Қызылорда. Және де барлық операторлардың ашуына тиетін ол жел.
Қызылорданың желі маған да кедергі келтірді. Мына кадрлерден байқай аласыздар. Достар, анау тұрған, яғни Қызылорданың ескі қыз қаланы қалай көрінді? Қызылордаға келген әрбір қонақ ең бірінші бұл қалада Мерседес көлігі көп екенін байқайды. Қаланың тез дамып келе жатқандығын байқайды. Жол мәселесі өзге қалаларға қарағанда жақсырақ екенін байқайды. Бешбармақты ет тамақ дейтінін, және де ет асқанда сәбіз, тұздалған помидор қосатынын байқайды. Барлық күш қаланың сол жағалауына жұмсалып жатқандығын байқайды. Сондай-ақ қызылордалықтардың сөз жетпес, мейірімді, қонақжай, қазақи екендігін байқайды. Кейбіреу ренжуі мүмкін, Адикус неге Қызылорданың мына жерін көрсетпедім деп. Енді достар, түсінуге болады. Біріншіден аяғым мен робот емес. Екіншіден көлігім жоқ. Үшіншіден жалғыз өзім түсіріп жүрмін. Мүмкіндігінше, барлығы мүмкіндігінше. Егер де Адикус мен саған хабарласам, және де осы жерге апарам, ана жерге апарам, түсірейік десе, әңгіме жоқ. Төменде менің поштам тұр, сол поштаға жазыңыздар. Және де жалғыз Қызылорда қаласының тұрғындары емес, барша Қазақстанның қалаларының тұрғындары хабарлассаңыздар болады. Айтпақшы, жақында Қызылорда 200 жылдығын тойлады. Сондықтан құрметті көрермендер, қызылордалықтарды құттықтап қойсаңыздар болады. Егер де видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де міндетті түрде тіркеліңіздер. Онда тұрған ештеңе жоқ. 1 секунд уақыт алады. Себебі, егер де сіздер тіркелген сайын, аудитория көбейген сайын, менің қазақ тілінде неше түрлі видеолар түсіруге шабытым одан бетер ашыла береді. Сондықтан досым, тіркел. Құттықтаймын, сен жұлдызсың. Саусағын көтерген бала емес, сол саусақтың артында тұрған баланы айтамын. Қош, сау болыңыздар.